Call of Duty ойыншысы Zuma осы аурудың кесірінен 25 жасында карьерасымен қош айтысуға тура келді. Ол ауру білезік туннелдік синдромы. Бұл ауру көбінесе кибер ойыншыларда, геймерлерде, кеңсе жұмысшыларында кездеседі. Яғни қалай? Мышкамен көп жұмыс жасаған кезде мына жердегі білезік бізде ортасында жүретін нерв қысылып қалады. Ал өздерің білетін геймерлер 1 сағатта, 2 сағатта мыңдаған қолмен былайынан қимыл жасайды. Осы қимыл жасаған кезде ортасындағы нерв қысылып қалған, сондықтан әрі қарай қолы іске аспай қалған. Бұл білезік туннелдік синдромының алғашқы симптомдары ол саусақ үйді, қолың тез шаршап қалады және мына жерің шаншып ауырады. Бұл міндетті түрде кәсіби киберспортсмендерде ғана емес, мына сендерде де кездесуі мүмкін. Егер осындай жағдай кездескен болса, комментарийге жазып кет. Ең қызығы осындай қарапайым жағдайдағы тақырып біздің ұбт информатикада кездеседі. Яғни ұбт-да бізде білезіктегі нерв қысылып қалғандағы ауру деп сұрайтын болса, оны біз ойланбастан білезік туннелдік синдромы деп белгілейміз. Осындай қызықты әдістер мен ақпараттарды есіңе сақтаған келсе, менің каналыма тіркеліп кет.